Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше буда піскен тағамды рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін біз 2 кесе ұнға, 1 шай қасық ашытқы, 2 ас қасық сұйық май, 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қант салып, үстіне жылы су құйып, жұмсақ қамыр етіп илейтін боламыз. Қамырымыз мінекей осындай жұмсақ болып шығады. Бұл қамырды 1 сағатқа жылы жерге бетін жауып қоятын боламыз. Ашығанын күтеміз. Бізге керек пияз, картоп, сәбіз. Дәл осы видеодағыдай барлығын турап шығамыз. Және де мен кішкене сиыр етін алдым. Сиыр етінде дәл осылай 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Плитамызды жоғары ысытқышта қойып, табамызды қыздырып, ішіне май құямыз. Май қызған кезде етті салып, жақсылап қуырамыз. Етті қуырып жатқан кезде бірден тұз салыңыздар. 1 шай қасық томатный паста салсаңыздар болады, салмасаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңыз. Содан соң пияз салып, жақсылап тағы да қуырып аламыз. Мінекей менде 20 минуттай қуырылды. Енді бетіне картоп пен сәбізді салып, үстінен су құйып бұқтырамыз. Біздің қамырымыз ашыды. Осыны мен 4 бөлікке бөлемін. Әр бөлікті осылай дөңгелетіп етіп домалақтап қоямыз. Сосын әр бөлікті кезек-кезекпен жұқа етіп жаямыз.
Оның үстіне сұйық майды жақсаңыздар болады, немесе таза қолдың сары майын ерітіп жағуға да болады. Мінекей үйде бар менде сұйық май, сонымен жақсылап жағып шықтым. Сосын үйдегі бар укропты кішкене аздап сеуіп шықтым. Және екі жағын бір-біріне жауып 5 минутқа тұндырамыз. Әрқайсысын қалған қамырларды солай жасап шығамыз. Және манты қазанымыздың листін осылай майлап аламыз астын. 5 минут қамырымыз демалғаннан кейін осылай алып бөліктерге бөліп шығамыз. Келесі ол біз қамырдың екі бөлшегін алып бір-біріне біріктіреміз. Және менде сушидің палочкасы, сіздер карандаш қолдансаңыздар да болады. Ортасынан тігінен осылай бас көрсетем видеода. Осылай басын құраймыз. Қамырымыз жұмсақ, спокойно созылады. Осылай созып, қақ ортасынан палочкамызды қойып, бір рет айналдырамыз. Мінекей бізде өте әдемі болып шықты. Қалған қамырларды осылай жасасаңыздар болады. Бұл қамырды мантаваркада пісіретін боламыз. Яғни мантаварканың суы бұрқылдап қайнап тұруы қажет. 35 минутта дайын болады біздің қамырымыз. Оған дейін подливімізде дайын болады. Мінекей бізде 35 минут уақыт өтті. Біздің картоп, етіміз пісті, және қамырымыз да пісті. Ортасына осындай подливті салып, жан-жағына қамырымызды салып шығамыз. Және өз қалауларыңызша бетіне әртүрлі укроп, петрушка, пияз болсын турап, әдемілеп сәндесеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.